Ассалаумағалейкум, менің есімім Айдос. Инстаграмда көпшілік мені шеңбер ниігімен таниды. Дизайнда 4 жылдан астам тәжірибем бар. Соңғы 1 жылда спорт дизайны бағытында жұмыс істеп келемін. Қазір бірінші лига жобасында, сондай-ақ Елімай және Алтай клубтарымен жұмыс істеймін. Кюджо лига жобасы аясында жасалған бұл жейде менің алғашқы ресми спорттық жейде дизайны. Бұл жобадағы мақсатым форманы тек ойынға емес, күнделікті өмірге дәңғайлы, заманауи әрі стильді етіп жасау. Стиль ретінде минимализм таңдалды. Ал түстер Кюджо лиганың фирмалық палитрасына негізделді. Көзге жеңіл, артық элементсіз. Негізгі форма көк пен күлгін градиент үйлескен жинақы әрі әмбебап дизайн. Қосалқы форма ашық көк жеңдер мен жағасы сергектік беріп, шит формасынан шабыт алған паттернмен толықтырылған. Қонақтық форма ашық көк түспен, иықтағы геометриялық өрнекпен ерекшеленеді. Ақ жейденің артқы жағында балалық шақтағы аулада доп қуған сәттер бейнеленген. Бұл композиция арқылы футболға деген алғашқы таза сезімді, естелікті көрсетуге тырыстым. Егер менің дизайным Кюджо лиганың ресми мерч ретінде қабылданса, бұл мен үшін үлкен құрмет әрі мотивация болар еді. Өз қолмен салынған жейдені адамдар стадионда, көшеде немесе күнделікті өмірде киіп жүргенін көру нағыз дизайнер үшін ең үлкен мақтаныштарының бірі.